Жалпы адам баласына 4 маңызды нәрсе жетпей жүреді. Олар ақша, энергия, уақыт, статус. Жеке тоқталайық. Ақша ол сондай зат. Сенің қолыңа тиісімен армандарыңды сатып аласың, немесе оған жұмыс етіп көбейтесің. Мен ақша деген затқа соңғы айтылған көбейтуші құрал ретінде қараймын. Санасы бай адамдардың барлығы осындай көзбен қарайды. Ал санасы кедей адамдар оны ұнаған затын лезде сатып алу құралы деп санайды. Жоқ, ақша кемшіліксіз қол. Өйткені ол ешқашанда шаршамайды, демалыс сұрамайды, ауырмайды, қартаймайды, ұзақ жылдар бойы жұмыс істей береді. Энергия. Сенің бойындағы алпауыт күшің. Оны дұрыс пайдалану арқылы мақсатыңа жету жолында қолданасың. Сүйікті ісіңді беріліп жасай аласың. Өкінішке қарай, санасы кедей адамдар оның қадіріне жетпей, не оны қолдани, не оны аз ақшаға алмастырып жүреді. Уақыт. Айтпаса да түсінікті. Бірақ сен біліп жүруге тиіс нәрсе келесідей. Мына дүниеде кез келген адам өзінің уақытымен өлшенеді. Мысалы, сенің де, өзгенің де тәулікте 24 сағат уақыты бар. Бірақ осы уақыт аралығында біреулер миллиондаған табыс тапса, біреулер 100 теңгенің басын құрай алмай әлек. Сенің айлығың қанша? Сол заманы табу үшін күніне қанша уақыт жұмыс істейсің? Енді сол санды 26 жұмыс күшіне көбейт. Шамамен 240-250 сағат. Солай ма? Содан соң айлығыңды осы шыққан санға бөлесің. Сенің бір сағатының құны шығады. Не дейсің? Енді сенің бір сағатыңды сатып алуыма бола ма? Әлде келіспейсің бе? Ал сен келісіп қойғансың. Статус. Бұл көпшіліктің арманы. Генерал болғысы келмейтін солдат жоқ дегенді естігенің бар ма? Солай, бәріне де статус керек. Бәрі директор, біреу бөлім басшысы деңгейінде, әйтеуір шенді болғысы келеді. Бірақ есіңде болсын, ешқандай бизнесмен көпшілікті жағдайда өзін директормын деп атамайды. Олар өйткені бай саналылар. Олар қожайын ғана болады. Ал ешқандай ресми құжатта қожайын деген сөз жоқ. Бұл не деген сөз? Статусты алғысы келетіндер ала берсін. Біз басқа нәрсе туралы айтамыз. Толығырақ өз ісіңді тап кітабынан оқи аласыздар. Авторы Жеңіс Есенгелді. Автор әрі қарай не туралы айтқысы келген білгіңіз келсе, туындыны оқысаңыз болады.